Оның 4 қар басқан Нейзи атты тазысы елордадағы көрмеде Франция мен Түркия президентін тәнті еткен. Эммануэль Макрон тіптен таңдай қаққан деседі. Нейзи деген ұрғашы тазымыз. Бұл Нейзінің басынан Франция мемлекетінің президенті Эммануэль Макрон сипаған. Қазір енді Макронда да қазақтың 2 құмай тазысы бар, мемлекет басшысы сыйлаған 2 тазы, Жанна мен Жануэль. Осы линиялары бір, Нейзимен. Олар да жарға құлақта, түстерде бір. Нейзи біріншіден бұның психикасы дүзу. Жаман қылықтары жоқ. Тостаған алдына қойып қойған тамақ берген кезде сол тостағанға асықпай келеді. Бұл жаңағы тазының тектілігінің бірі. Таза қаны тазының көрсеткішінің бірі. Бәрімізге белгілі, мемлекет басшының 3 бірдей тазысы бар. Оның ішіндегі ең кішісі Наурыз 1 жаста. Ал үлкені Нейзи 5 қар басқан. Ал 3-ші тазыны дәл осы Абзал Досман мырза Қасым-Жомарт Кемелұлына сыйға тартқан. Қазір итбегінің қорасында 10-ға тарта тазы бар. Оларды күзге салым дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өтетін тазы көрмесіне дайындап жатыр.